Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде массажда целлюлит массаж істейміз. Целлюлит массаж қандай массаж десеңіздер, ол сырттағы майларды босанғаннан кейін әсіресе андай не болады ғой, толады ғой адам, әсіресе әйел кісілерде. Соны целлюлит массаж деп. Бізде целлюлитный массаж дегеніміз бұл міне босанғаннан кейін, әсіресе босанғаннан кейін. Нешінші босануыңыз? Екінші босану. Жақында босандыңыз ба? 2 айлық дедіңіз, бөпеңізді 2 айлық дедіңіз. Әрі матка опушение. Матка түсіп кеткен. Оны да массаж қылып мен сіздерге көрсетемін қазір. Үй жағдайында істесеңіздер болады осының барлығын өздеріңіз. Тура сағат секілді. Майларды көріп ма? Ой, не деген май мұны? 1, 2, 3. Ауырсынады. Шыдаймыз жайлап. Негізі көпшілік ойлайды ғой, 5-6 туғаннан кейін іші салбырайды деп. Жоқ, ондай емес. 5-6 туғаннан, даже 1 туғаннан кейін іші салбырайды. Неге дегенде уже матка кеңейеді. Ол кеңейгеннен кейін обязательно ол іш осылай салбырайды. Ол гормональный нарушениедан да болады. Іштің кетуі ол оңай емес. Сосын көресіздер ғой. Бұл сағат секілді. Бұл алақанның мынандай жеріне аламыз да, басамыз да, сүйреміз. 2, 3, 4, 5. Оның үстіне, бұл келіншектің маткасы да төмен. Төмен жайғасқан. Ол үшін төмен болып қалған, уже босанғаннан кейін. Енді сол матканы да массажбен бірге қосып көтеріп кетеміз. Қараңыз, негізі мына кіндік қой. Кіндіктің көзінде тура болу керек. Осы жерде мына кіндік болатын болса, осы жер жайғасу керек. Бұл кісіде ондай емес, уже вообще мына жерге төмен түсіп қалған. Бұл кісінің жалбысы келген кезде өзі айтты. Әсіресе түшкірген кезде, жөтелген кезде тамшы шығып кетеді дейді. Жайлап көтеріп. Көресіздер ме? Кәдімгі міне. Көтерілді. Көтеріліп. Жайлап тура өстіп көтеріліп. Уже қазір мына целлюлит массаж бітеді. Біткеннен кейін жайлап астынан қойлап қоямыз. Мен кезде ұртық болып жатыр ғой. Соның бәрін үстіп ерту керек. Қызу керек кәдімгідей. Қараңыздар, қызарып жатыр, 1, 2, 3, 4, 5. Тура осындай жағдайда кете береді. Тура осындай жағдайда кете береміз. Осының целлюлит массаж. Майларды ертетін массаж бол. Бір қалыпты болу керек. Енді қайтамыз артқа. Шыдаймыз, мамаша, жыламаңыз. Ондай болмайды. Шыдау керек. Көбінесе сіздерге айтып өтейін. Не кезінде әсіресе осы матка төмен түскен кезде іш салбырайды, соны біліңіздер. Іш кейін кетпейді. Матка салбырап қалса. Матка төмен түссе. Матка төмен түскен сайын, ішті қарасаңыз, бүйтіп салбырай береді. Негізі мұны іш ондай қалмау керек бұл. Матка төмен болған сайын бүйтіп салбырап кете береді бұл. Соның үшін қазір мына матканы, қазір мынау целлюлитіміз бітсе, құдай қаласа, сосын матканы жаймен көтереміз.
тура сол айтқанымдай мысалы осы алақанмен істеу керек. Міне менің алақаным да қызарып кетті, мына жерде қызарды. Өздеріңіз де жатып үй жағдайында істесеңіздер болады осыны. Қызыған сайын іштегі май ериді. Шыдаймыз, мамаша. Енді міне қараңыз, уже жайлап, міне іші қызарды. Міне қараңыз, уже қызарды. Шамалы бүйтіп басып жатсам да, мамаша уже ойбай деп тұр. Даусыңызды шығармай тұрыңыз деген ғой мен. Енді жаңа астынан байлайтын ненімізді алдық, жібімізді. Мата ғой кәдімгі. Соны аламыз да енді матканы көтереміз. Міне. Тура қуықтан. Тура осы жерге түсіп кеткен. Негізі матка ол жерде емес. Міне, мына жерде болу керек. Тура осы кіндіктің көзінде болу керек негізі. Кіндіктің көзіне жақын тұру керек бұл. Ал бұл кісіде болса, матка түсіп кеткен. Вообще, даже екінші баланың өзінде түсіп кетіп отыр. Көпшілік айтады ғой. Ойбай, 5-6 балада түседі матка. Ондай болу мүмкін емес деп. Жоқ, адасасыздар. Әр балада матка төмен түседі. Әр балада. Кейбіреулер мысалға айтады ғой. Ойбай, мен көтере алмай жатырмын деген келіншектер бар ғой. Мысалға солардың да маткасы төмен түскен болады. Мысалға олардікі не үшін төмен түседі? Әсіресе қазір жастарымыз нервтен де болады бұл. Кейін гормональный қысатын шалбарлар киеді, әсіресе етек-кір киген кезде. О етек-кір киген кезде кеңдеу киімдер кию керек. Қысылмау керек мұны. Кең болып тұру керек етек-кір киген кезде. Міне, көрбастар ма? Уже қалай көтеріліп келатырмын. Міне, мен уже ұстап келатырмын матканы. Міне. Көрбатсыздар ғой, Міне. Тура осыны алып келеміз. Тура осы жағдайда өзіме қарай ұлап алып байлаймыз қазір. Көрдіңіздер ме қалай? Тура осылай байлаулы тұру керек. Осымен бітті.